Алдыңғы сабағымызда flex'ті көріп өттік. Осы сабақ float'ты көреміз. Float алдында bootstrap 3-тегі секілді, одан алдында өтілген frontend сабағындағы float пен ұқсас, яғни float left, float right деп сөйтіп жаза саламыз. Мысалы, мына жерге көрейік. Мына үстіндегі класс жоқ болсын. Осының ішіне item дегеннен екі оғылайық. Сосын одырға item 1 дейік. Мынаны 2 дей салайық. 1, 2 деп тұр. Одан кейін не? Ұзындықтары display inline блок болып қапты, оны алып тастайын. Міне мынандай болып тұр. Содан кейін айтайық. Екеуіне де float. Осындай беріп тастайық. Көріңіз. Солға қарай екеу, сол жағына қарай қалқыды. Яғни алдында 2 бөлік, екеуде 100%-дық DAV болатын. Қалқыған кезде міне min width 200 пиксель болып, width'ін алып тастасақ, міне мына ішінде контенттің ұзындығындай болып тұр. Биіктігін алып тастайық, міне. Яғни қалқып шыға келді. Қалқыту арқылы қалай тізуді алдында үйренгенбіз. Сол бұрынғы сабақтардан тіпті ішкерлей түсінсеңіз болады. Float right деп тастасаңыз да болады. Яғни біреуін float left, біреуін float right деп тастаңыз. Міне мұны оң жағына, мұны сол жағына қалқыды. Ал екеуінде оң жағына қарай редмен қалқысын десеңіз, міне 1, 2. Мынаның қызық жерінде біріншісі ең оң жағына қалқыды, одан кейінгісі одан кейінгі оң жағына қалқыды. Float'тың ерекшелігі бұл. Одан float мынаны деп тастаңыз мынаған. Міне. Яғни мына float қарап тұрсаңыз міне. Екіншісі 100% алған. Ал біріншісі болса міне мынандайын алды. Екіншісі мынандайын алды. Бірақ екеуде float болғандағы себепті міне жерде жабысық болған. Яғни екеуде бұлай қарай қалқыды. Үшіншісі болса да бұның бетінеге болады. Бұның екеуін ажырату үшін бағанағы clear fix деген арқылы ажыратамыз. Bootstrap'ның өзіне Bootstrap 3-ке қарасаңыз, бұрынғы flex емес, бұрынғы осы float пен іске асырғанда ең соңында clear fix сияқты бір контент беріп тастаған, яғни after дегенге контент беріп тастаған. Clear fix 0 болып қапты. Мынаған емес, бұны мынаған беруіміз керек. Мынау шықпады. Біз қате жазып аппыз. Мына жерге емес, мынаны артына қойсақ өнім болмай қалады. Бұны арнайы div clear fix деп қойып тастайық. Міне, бұлай қарай жол алмасып тұр. Яғни біріншісі міне бірге келді. Яғни барлық оң жағына қалқыды. Left болса сол жағына қалқиды. Сол жағына қалқыды. Ал мынау болса қалқымады. Ал мына ұзындығы біздің жерде беріп тастаған ұзындығымыз болып тұр. Міне, биіктікті алып тастайын. Міне, солға қалқыды, маржинді алып тастайын тіпті. Мында, ең тұнық көресіз. Ал енді мынаны left дейік. Мынау да солға қалқысын, міне. Ортасына clear fix, яғни биіктігі 0 болған беріп тастағанымыз. Не after дегенді қарасаңыз, міне 0.
Ал бұны алып тастасақ, міне, екеуі солға қарай қалқып тұра қалады. Clearfact'тің ролы осындай. Одан кейін float'ты көрдік. Float, left, right, none, assembly left деп міне әр түрлі бар. None деген алып тастау болды. Осының енді мына скриндарда, әр түрлі скриндардағы көрілуі осылай болады. Оны бүйтіп көйтіп, кішірейтіп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Мысалы, float left дейін, одан кейін float assembly left, float LG right дейік. MD дейін. Ал екеуі де солай болсын. Мынаны ұқсас қылайын. Сіздің өздеріңіз салыстырыңыздар. Қараңыз. MD-де right болған. Қараңыз. Енді өйтіп кішірейіп, assembly'ге келген кезде float left. Яғни мынау істеп кетті. Мында. Енді мына кезде left болып, бұлай қарай істеп кетті. Float right деп тұстайық. Өте кішкене болған кезде енді қараңыз. Ең әуелгісінде MD-ден үлкен болған кезде мынандай болып тұрды. Одан MD-ден кіші болып кеткен кезде мынандай болды. Одан қайтадан не? Assembly'ден де кішкене болып кеткен кезде оң жағына бар тұрып алды. Не? Бұлай болады. Image replacement дейді. Бұны көрейік. Не екен? Custom heading'ді бастық. Text height дейді. Яғни text height дейді. Font 0 дейді. Яғни font size бірақ 0 тастағым. 0 pixel, line height 0, color transparent, text shadow жоқ дейді. Background color ода transparent болып кеткен. Border тіпті 0 дейді. Яғни текстті осы background'ты суретке бола артына қарай қойып қойған класс екен. Мұнда style background image palen түген деген сияқты міне. Яғни біз background'ыны сурет арқылы қоймақшымыз. Мысалы бір сурет әкілік. Логоға істетіледі екен көбінесе. Сурет көрініп тұр. Жерде көрінбей қалған, әсіл көрінуге тиіс. Не себеп дегенде биіктігі 0 екен. Біз биіктіктен шек 100 пиксель. Ұзындықтен шек
200 пиксель 180 пиксель деп қояйық. Одан background position дегенге оған center дей салайық. Center, одан background size деген бар. Оған 100 пиксель 180 пиксель 100 пиксель. Мұнда келді. Осылай қойып қояды екенбіз. Мысалы, bootstrap деген сөз болса, мынау сіздің логоңыз ғой. Оның орнына, мысалы, өзіңіздің сайтыңыз болса, мысалы, мен қазақ.com деген сайтыңыз бар болса, бүйтіп тұрады екен. Одан кейін жерде логоңызды үстіп келтіресіз. Яғни осыған бола істетілген. Ал text selection дейді. Мысалынан басып қалған кезде бәрін талдайды екен. Мынау болса, міне, әдеттегідей, өзіңіздің әдеттегі сайт беттерінде көргендей, міне, бүйтіп талдаған кезде, әріптерді талдаған кезде, ал мынау тіпті мүлдем талдамайды екен. Мысалы, user select all деген класс берген. Мысалы, басып қойсаңыз, міне, барлығын талдайды. User select auto дейді, яғни автомат түрде талдайды дейді. User деген істетуші, select деген талдау, all деген барлығы, auto деген автоматты, none деген жоқ деген сөз. Яғни мынаны ешкім талдай алмайды. Бұны апар өзіміз сынақ етейік. Мына жерде міне талдай алмайды, ал мынаны автомат талдайды. Ал мынаны бір бассаңыз болды, бәрін талдайды. Бұны қандай класс жазған, қандай стайл жазған көрейік. Міне барлығын талдау дегенде міне жерде user select all important деп ұстаған. Ал енді міне жерде автоматты дегенде міне auto деп ұстаған. Ал енді міне жерде none дейді, жоқ дейді. Яғни сіздерде мына CSS қолдану арқылы, осы стайлын қасиетін қолдану арқылы сіздерде өз әдеттегідей жаза берсеңіздер де болады. Немесе мына bootstrap'ның осыны істетесіңіздер де болады. Өздеріңіздің қолайлықтарыңызға қарай. Одан overflow дейді. Яғни мына overflow auto десе, мысалы сіздің белгілеп қойған ұзындығыңыздан асып кетсе, scrollға айланып кетеді мына сияқты. Ал енді overflow hidden деп ұстасаңыз, мына ұқсап асып кетсе, міне астың жағы көрінбей қалады. Жаңа мынандай мазмұн бар еді ғой. Hide дегеннің белінен тартып мына жерге деген бүйтіп көрінбей тұр. Өзіміздің CSS-дағы overflow, auto overflow hidden деген ұқсас position static, position relative, absolute, бұдар әдеттегі CSS-тағы сияқты position, absolute, relative үнемі қолданылады ғой. Осыларды істеткеніміз, одан fixed, мына бас жағына біз қанша қозғап жатсақ та мынау тұрып алған. Bootstrap'ың өзінің қарайсақ та мынау fixed болып тұрған болу керек. Кәне, nap бар, flex, bd, nap бар, бірден дейді. Міне position sticky дейді. Мұны біздің ең астыңғыны sticky top деген осыны қолданыпты. Яғни бұл деген желім сияқты. Sticky деген желім. Ол қалай деген кезде осы жерге жабысып тұрып алады. Жабысқанда мысалы мынау егер мына жақта болса, яғни мына жерде өзгертейік. Көшіріп кетейінде мына div-дің ішіндегі nap дегеннің астына шаптап тастайын. Мысалы не тұр? Биткен кезде міне үстіне битіп шапталып тұрып алады. Яғни осыдан sticky топ болған кезде үстінен асып кетпейді.
ал астына барғанда астынан төмен түсіп кетпейді. Өзіңіз осылай теңшеп алуыңызға болады. Сайт бір түрлі болып кетті. Sticky деген сол fixed болса, мына ұқсап бірақ жабысып тұр болады. Fixed bottom, fixed top. Мынау астына жабысады, мынау үстіне жабысып тұр болады. Sticky top деген үстіне скроллмен сыртқанда жаңағы сияқты үстіне барып тұрып қалады. Оны көрдік. Screen reader дейді. Ол өте көп керек емес. Мынау негізі бағана да айтып кеткем. Ең негізгісі сол скринда осы сіздің жазып қойған нәрселеріңіздің мынаның нәп бар екенін, ал мынаның осы яғни мына нәп бар деген нұсқаушалар екенін, ал енді мынадар сілтемелер, мынадарда сілтемелер, соны бас жағына бұлай жазып қою арқылы белгілейді. Яғни мына жерде сөзсіз жазған болу керек. Өйткені бұл bootstrap. Sir only деген міне мұны жерге жазып қойыпты. Яғни мынаның navigation екенін білдіріп осы жерге жазып қойған. Skip text дейді. Skip to main content дейді. Яғни осы маңызды бөлікке аттап кіру дейді. Осы сияқты скринді оқитын әртүрлі жұмсақ бөлшектерге де арналған. Осы скринді оқу арқылы сізге, мысалы, дыбысты сайт. Мысалы, сіз сол плагинді орнатсаңыз, мысалы, мынаның егер көзіңіз көрмесе, сол сияқтыларға да арналады. Бір жағы мынаны бір тыңдап, өзіңіз соны дыбыстап, мысалы, маған ән қойып бер десеңіз, дызылдатып іздеп бар, осының ішінде ән дегені барын тауып, соның ішінен сізге пәлен деген әнді іздеп, соны қойып береді. Сол сияқты істеуге де болады, және көптеген нәрсе істеуге болады әйтеуір. Сол жағын білсеңіз болды. Shadow. Одан әртүрлі shadow'лар бар. Атап көшіріп апара салайын. Мынаны бірақ өшірейін. Менің бір диавимнің арт жағы жоқ болып кеткен. Міне әртүрлі shadow'лар қоюға болады, яғни shadow none дейді. Біріншісінде shadow дегенді бірақ жоқып тастаған, екіншісінде shadow әсем дейді, яғни кішкене shadow дейді. Shadow деп қоя салған кезде, мынау әдеттегі shadow емдей дегенмен бара-бар. Мысалы, міне орташа shadow. Ал енді shadow LG, яғни көлеңке деген сөз ғой. Көлеңке, үлкен көлеңке дейді. Яғни мен үлкен көлеңке қойып берген. Осыларды өзіміз мына жерден көрсек болды, қаншалық көлеңке берді. Мына көлеңкесін көрейік. Ең үлкен көлеңке 1 рем дейді. Яғни үстінен астына қарай 1 рем жылжыған, солдан үстінен астына жылжымаған, солдан оңға қарай 1 рем жылжыған ба? Үстінен астына 1 рем жылжыпты. Одан мына жері 3 рем, яғни мына көлеңкенің түсу ұзақтығы 3 рем. Ал енді осы көлеңкенің реңі қара реңнің мынандай фильтр қылып тастаған, яғни ары қарай транспарант болып өтеді, мөлдірлеу. Яғни міне бір түрлі мөлдір ғой. Ар жағындағы реңді көруге болады. Оны қалай білеміз дегенде, мынаған беріп тастайық, мынаған. Content
background color blue деп тастайын. Мында мынау көрінбей қалған. Логиға да беріп тастайын. Мында тіпті мына жерде көлеңкені көру мүмкін емес болып қалған. Өзгертейік. Көлеңкені көру үшін ашығырақ рең болу керек. Міне көлеңкелер енді ашық көрдім жатыр, яғни реңі артқы рең мен қара реңнің қосындысы болып солай келген. Мында ашық рең қойсаңыздар көлеңкені тонық көре аласыздар. Енді қалған мына бөлікті енді бір сағатқа бөліп өтейін.